Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлімнің атауы су тіршілік көзі. Қазақстандағы өзен-көлдер морфология. Сабақтың тақырыбы таулардан өзен ағар сарқыраған. Белгісіздік есімдігі. Тақырып аясында бекітілген оқу мақсаты тірек сөздермен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау, сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Бағалау критерийлері: тыңдау арқылы мәтіннің атауын талқылау, тақырып бойынша ақпараттарды еске түсіре отырып, негізгі ақпаратты болжау. Сөйлемдегі есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Миға шабуыл әдісі арқылы экранда берілген суреттің не екенін анықтап көріңіздер. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл өзеннің суреті. Бұл тапсырманың дескрипторы тақырыпқа болжам жасайды, ақпаратты анықтайды. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өзен. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған. Көңілің суың ішсен ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар өзеннен рақат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайлар да шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 000 мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көк шығып, шөп бітпеген жай қалмайды. Тапсырма. Түртіп алу әдісі арқылы өлеңнен өзеннің пайдасы мен қасиетін анықтап жазып алыңдар. Дескриптор ақпаратты талдайды, негізгі ақпаратты анықтайды, өз ойын анық жеткізеді. Енді балалар белгісіздік есімдігімен танысайық. Белгісіздік есімдігі затты, сандық белгіні, сан мөлшерді белгісіз етіп айту, болжап айту, тұспалдап көрсету. Мысалы, бұлдайды біреу күшін, біреу түсін. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса. Бұл сөйлемдердегі біреу есімдігі белгісіз бір адам мағынасында. Кейбір есімдігі нақты мезгілді атамай, белгісіз бір кездер мәнінде қолданылып тұр. Белгісіздік есімдігі төмендегідей. Белгісіздік есімдіктерінің балалар мынадай ерекшеліктерін еске сақтаңдар. Бірінші, әлде, әр, кей, қай, бір сөздері екінші есімдіктермен тіркесетін болса, бірге жазылады. Басқа сөз таптарымен тіркескенде бөлек жазылады. Екіншіден, біреу, кей біреу, қайсы біреу, бірдеме, әрне, кімде кім, әлде кім, әркім, әлдене сияқты белгісіздік есімдіктер зат есімнің орнына жұмсалады. Олар көптік, тәуелдік, сеттік жалғауларында жұмсалып, сөйлемде атау септікте бастауыш, барыс, табыс, жатыс, шығыс көмектес септіктерінде тұрып толықтауыш, ілік септігінде анықтауыштың қызметін атқарады. Қайсы бір, кейбір, әр, әрбір, қайбір деген сын есім орнына жұмсалып, әлденеше, бірнеше, біраз дегендер сан есімнің орнына жұмсалып, әдетінше анықтауыш қызметінде қолданылады. Әрқашан, әрқалай, әлде қашан, әлде қалай, әлде қайда,
әлде қайдан деген белгісіздік есімдіктері үстеу мәнінде мезгіл, мекен мағыналарын білдіріп, сөйлемде пысықтауыштың қызметін атқарады. Екінші тапсырма. Есімдіктерді қатыстырып, Ыбырай Алтынсариннің «Өзен» өлеңін қара сөзбен жазып шығыңдар. Дескриптор өлеңді талдап жазады, меңгерген жаңа білімдерін қолданады, есімдіктерді орынды пайдаланады, ойын анық жеткізеді. Бұл тапсырманы орындау барысында бүгінгі алған білімдеріңді, яғни белгісіздік есімдіктерін міндетті түрде қатыстыруларың қажет. Үшінші тапсырма. Қазақстан өзендерінің орналасу картасын жасаңдар. Дескриптор өзендерді жинақтап көрсетеді, алдыңғы білімге сүйенеді. Үйге тапсырма. 5-ші жаттығу. Ережені жаттап келу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.